Кредитімді төлей алмай жүрмін деген жандар қазіргі таңда өте көп. Осыдан шығу жолдарын сіздерге айтып өтейін. Егер кредитіңізді төлей алмасаңыз, график қоюды сұрасаңыз болады. Бірақ банк сізге қойып бермеуі мүмкін графикті. Сондықтан ұлттық банкке жүгіну арқылы, ұлттық банктің көмегі арқылы графикке қоюға болады. Бірақ рефинансирование, қайта қаржыландыруға келіспеңіз. Өйткені қайта қаржыландыру, рефинансирование, ол сізді қайтадан қарызға тығудың амалы. Одан да сотқа жүгінген дұрыс. Яғни банк немесе микрокредитный организация, ұйым, микрокредиттік ұйым сізге сотқа берсе, соттың шешімінің негізінде сізден айлығыңыздан 50% ғана ұстап отырады. Яғни ақырын төлей бересіздер. Сонымен қатар соттың кезінде жаңағындай артық төленген өсімпұлды, неустойканы, штрафты, оның бәрін алып тастауға болады. Осылай тығырықтан шығу жолдарын сіздерге көрсетіп отырмын. Әрине, астына подписка қойды ұмытпаңыздар, лайк қойды ұмытпаңыздар, сізден комментарийіңізді асыға күтемін. Осы қазақи каналдың дамуына атсалысып, видеомен бөлісе отыруыңызды сұраймын.